Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарымен танысамыз және оларды талдаймыз. Бірінші сұрағымыз. Барлық мономерлері біркелкі болып, олардың реті қатаң қайталанатын полимер. Бұл қандай полимер деп береді? Енді бірінші нұсқалармен танысайық. А нұсқасы май, В нұсқасы амин қышқылдары, С нұсқасы крахмал, Д нұсқасы нәруыз, Е нұсқасы глицерин. Енді полимерлер дегеніміз не, соған тоқталайық. Біз мономерлер біркелкі реті қатаң қайталанатын, яғни бұл органикалық заттар. Полимерлер. Органикалық заттардың көбісі балар полимерлер. Бұл органикалық заттар тіршіліктің негізгі химиялық тірегі. Барлық органикалық заттардың құрамында көміртегі, оттек және сутек кіреді. Ал нәруыздардың құрамына оларда азот болады. Ал дезоксирибонуклеин қышқылы мен рибонуклеин қышқылының құрамында фосфор болатыны белгілі. Енді полимерлер бұл мономерлер буындарынан тұратын молекулалардың ұзын тізбегі. Осыны біз полимерлер деп атаймыз. Енді осы полимерлердің негізгі қасиеті бар. Қалай деп ойлайсыңдар? Полимерлердің негізгі қасиеті балар, олар мономерлерге ыдырап, қайтадан полимерлерге бірігуі. Бұны біз полимерлердің негізгі қасиеті дейміз. Енді біз полимерлермен танысайық. Бірінші полимерлер. Полимерлер балар. Полимерлер. Полимерлер. Екіге бөлінеді. Бірінші ретті полимерлер. Екіншісі ретсіз полимерлер. Ретті полимерлер дегеніміз не? Бұларда барлық мономерлері реті қатаң қайталанады болар. Және бұларда мономерлері бірдей болады, реті қатаң қайталанады. Сондықтан оларда ретті полимерлер дейді. Ал ретсіз полимерше? Ретсіз полимер өзі айтып тұр, балар. Бұлар мономерлер ретімен мөлшері әртүрлі болады. Сондықтан бұларды ретсіз полимерлер деп атайды. Ал біздің сұрақ қандай еді? Мономерлері біркелкі, реті қатаң қайталанады дейді. Онда реті қатаң қайталанатын болса, мономері біркелкі буындардан тұратын болса, әрине ол ретті полимер. Ретті полимерлерге крахмал мен целлюлоза жатады. Ал ретсіз полимерлерге не жетеді? Ретсіз полимерлер, тағы да қайталап айтам, мономерлері әркелкі және реті қайталанбайды дедік. Ретсіз полимерлерге нәруыздар мен нуклеин қышқылдары жатады. Қараңдаршы, неге ол ретсіз? Нәруыздарды білеміз, нәруыздардың мономері 20 амин қышқылы дегеніміз. Ал 20 амин қышқылының өзінің аттары бар. Глицин, аспарагин, валин, трианин. Сонда бұлар әртүрлі ғой. Сондықтан ретсіз. Нуклеин қышқылдары ше? Нуклеин қышқылдардың мономері нуклеотидтер. Аденин, гуанин, тимин, титазин әркелкі ғой. Сондықтан бұлар ретсіз. Ал ретті сонымен крахмал мен целлюлоза. Ал сұрақтың жауаптарында крахмал бар. Сонда крахмал бұл жерде С нұсқамен беріліп тұрған дұрыс жауап болып тұр. Екінші сұрақ. Пластидтерде шоғырланатын пигменттер. А нұсқасы гиберелин, В нұсқасы хлорофиль, одан кейін нұсқа кортизол, ретинол, цитокинин, фикобилин, боверин, каротиноид.
бұл сұрақты біліп отырсыңдар балалар, көбі жауапты сұрақ. Бұл жерде 3 жауап дұрыс болады. Бірінші хлорофиль. Бірінші пигмент хлорофиль пигменті. Екінші фикобилин. Фикобилин. Ал үшінші пластидтерде шоғырланатын пигменті каротиноид деп атайды. Енді бұл сұрақтарда, яғни пластидтерде шоғырланатын пигменттер, балалар. Пластидтерде шоғырланатын пигменттерге біз үшеуді жаттық: хлорофиль, фикобилин, каротиноид. Бірінші хлорофильге тоқталайық. Хлорофиль бұл хлоропластта болатын негізгі пигмент. Хлорофиль қызыл көк сәулелерді сіңіреді, ал жасыл сәулені шағылыстырады. Хлорофиль фотосинтез процесінде басты рөлді атқарады. Бұл жарықты таңдап қабылдауға қабілетті пигмент десе де болады. Ал енді фикобилиндер ше. Фикобилиндер цианобактериялар, кейбір балдырларда болатын пигмент. Ал каротиноид, бұл каротиноид естеріңде болса, құрамда сары, қызыл сары түстері бар, яғни сары болатын пигменттер жатады. Құрамда оттек бар каротиноидты ксантофиль деп атайды. Бұлар хлорофиль сіңірмейтін сәулелерді пайдалануға көмектеседі. Сонымен пластидтерде шоғырланатын пигменттерге хлорофиль, фикобилин және каротиноид жатады. Үшінші сұрақ. Жүйкелік реттелудің гуморальдық реттелуден ерекшеліктер. Көп жауапты сұрақ балар. Бұл жерде былай дейді: функционалдық бірлігі нейрон рефлекс. Әсер ету дәлдігі жоғарғы дәлдік. Әсер ету дәлдігі кең кешенді. Бұйрық түсу жылдамдығы баяу. Эволюциялық көнелігі едәуір жас. Функционалдық бірлігі гормон. Эволюциялық көнелігі едәуір ежелгі. Әсер ету ұзақтығы ұзақ. Әрине бұл оңай сұрақ емес. Бұған көп ойлануға мәжбүр боламыз, көп ойлануды қажет етеді. Негізі реттелу балар жүйкелік гуморальдық реттелу дейді. Жүйкелік реттелуге жүйке жүйесі қатысса, гуморальдық реттелуге гормондар қатысады. Ал гормон дегеніміз не еді? Гормондар дегеніміз эндокринді бездердің сұйықтығын біз гормон дейміз. Гормон дегеніміз өте күшті биологиялық активті белсенді заттар. Сонда реттелуді біз қосқанда нейрогуморальды реттелу болады деп айтамыз. Енді ағзадар жүретін барлық үдерістер балар осы нейрогуморальдық реттелу арқылы жүзеге асады. Бұл дегеніміз біздің денемізді басқарған кезде жүйке жүйесі және ішкі секреция бездері бірлесіп қатысады деген сөз. Ал бізден сұрап тұр сол жүйкелік реттелудің гуморальдық реттелуден ерекшелігі. Бірінші, дұрыс жауап балар. Функционалдық бірлігі нейрон рефлекс. Бірлігі нейрон рефлекс. Біз жүйкелік реттелуді айтып жатырмыз, жүйкелік реттелу болғандықтан нейрон рефлекс болады. Нейрон дегеніміз не? Нейрон дегеніміз ол жүйке жасушасы. Жүйке ұлпасының негізгі жасушасы. Ар рефлекс дегеніміз не? Бұл сыртқы
ішкі тітіркендіргіштерге жүйке жүйесі арқылы жауап беру. Осыны біз рефлекс деп атаймыз. Бірінші жауап нұсқасы функционалдық бірлігі нейрон рефлекс. Екінші, әсер ету дәлдігі жоғарғы дәлдік. Себебі ол жүйке болғандықтан әсер ету дәлдігі жоғарғы дәлдік. Жоғары дәлдік. Келесі, эволюциялық көнелігі. Эволюциялық көнелігі балар, бұның едәуірі жас. Ең алғашқы жүйке торы кімде болушы еді? Қай жәндікте болушы еді? Ең алғашқы жүйке торы ол шек қосыларда болатын. Гидрада, естерінде болса, торлы жүйке жүйесі, диффузиялық торлы жүйке жүйесі. Бұл жүйке жүйесінің ең қарапайым түрі. Сондықтан біз айтамыз, эволюциялық көнелігі едәуір жас деп атаймыз. Ал енді қалған жауап нұсқалар ше. Бірінші нұсқа әсер ету дәлдігі кең кешенді. Олар гормондар балар. Олар гуморальдық реттелу. Одан кейінгісі бұйрық түсу жылдамдығы баяу. Біз айттық, жоғарғы дәлдік жүйке арқылы реттелуде дедік. Ал бұйрық түсу жылдамдығы баяу, ол гуморальды реттелуде болады. Функционалдық бірлігі гормон. А гормон дегеніміз не? Гормон дегеніміз ішкі секреция бездері бөлетін сұйықтықты, сөлді, секретті, былайша айтқанда гормон деп атаймыз. Эволюциялық көнелігі едәуір ежелгі гуморальдық реттелу. Әсер ету ұзақтығы ұзақ болады. Бұл да гуморальдық реттелу. Енді біз төртінші сұраққа келейік. Төртінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Ет қоректі жануар. Ет қоректі жануар дегеніміз не? Бұлар екінші сөзбен айтқанда жыртқыштар. Ал жауап нұсқалары тиін, ешкі, түлкі, қой, қоян. Енді біздің қорегімізге қарай біз ағзаларды бірнеше топтарға бөлеміз. Бірінші, шөппен қоректенетіндер. Бұлар шөп қоректілер деп атайды. Өсімдікпен қоректенетіндерді шөп қоректілер дейді. Ал жыртқыштар немесе ет қоректілер, бұлар аты айтып тұр, етпен қоректенетіндер. Бұларға әрине түлкі жатады. Жауап нұсқасы түлкі. Балар, түлкі жыртқыш, сондықтан етпен қоректенеді деп атаймыз. Негізі етпен қоректенетіндерге не жатады? Қандай жануарлар жатады? Қасқыр жатады, арыстан жатады, жолбарыс жатады, түлкі жатады. Бұлар етпен қоректенетін жыртқыштар. Ал өлген жануарлардың қалдықтарымен немесе зақымдалған бөліктермен қоректенетіндерді өлексе жегіштер деп атайды. Өлексе жегіш немесе сапрофиттер деп атайды. Ал ағзаларымен қоректенетін, бірақ ол ағзаларды жыртқыштар сияқты бірден өлтірмейтіндер бар. Оларды біздер паразиттер деп атаймыз. Міне балалар, бүгін біз ұлттық бірыңғай тестке келіп жүрген сұрақтардың төртеуін талдадық. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.